Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Жанашнардың арнасындасыздар. Дәл осы 3D жастығын бірге құрайтын боламыз, сондықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 3 түстегі мата керек болады. Мендегі маталардың реті осы, плюш, тігуге кішкене қиындау, но дегенмен сіздерге мастер-класс түсіруге тырысып жатырмын. Кеттік ендеше. Ең алдымен бізге 3 бұрышты қиып аламыз. Жоғарыдағы ссылка бойынша өтіп, осы 3 бұрышты қалай жасайтынын жасаңыздар. Менің алған 4 бұрышты, тік 4 бұрыштың көлемі 20-20, дәл осылай кескен кезде 10-5 деген 3 бұрыш, тік 3 бұрыш шығады. Бұл газетті әдемілеп, клеймен жағып, қайтадан орнына келтіріп алсаңыздар, қатаяды. Осы дәл осы 3 бұрышпен өте көп жұмыс жасаймыз. Ендігі жаңағы 3 түсті матамызды дәл осындай 3 бұрыштан 2-2 данадан қиып аламыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай қиып бөлшектерімізді дайындап аламыз. Бірінші түстегі 3 бұрышым дайын. Ендігі бізде екінші түс қызыл. Матаның шеттерін тегістеп қиып отыруға кеңес беремін. Дәл осы 3D құрақтары аса дәлділікті қажет етеді. Сол кезде құрақ өте әдемі шығады. Мінекей, осылай матаның үстіне дәл видеодағыдай 3 бұрышты қойып, бөлшектерімізді дайындаймыз. Осы 3 түсті матадан дайындап алған 3 бұрыштарымызды енді қойып шығамыз. Ол үшін 2 түстен қосамыз. Олар бір-бірімен қайталанбау керек. Көрдіңіздер ма? Мінекей. Көріп тұрсаңыздар, 2 бірдей түс жоқ. Үшеуі 3 түрлі. Енді әдемілеп бір-біріне қосып шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай әдемілеп қосып, әр детальді ерінбей үтіктеп отырған абзал. Дәл осы қосып алған 2-3 бұрышымыз ромбиктарға сыртына ендігісі қай түс жоқ, осы 3 бұрыштарда сонымен шеттеріне осылай тігіп шығатын боламыз. Міне қызылмен ала матада жасыл жоқ. Сондықтан осыны сыртын толығымен жасылмен айналдырып тігіп шығамыз. Видеоға мұқият болыңыздар.
міне сонымен осылай осы ромбикта қай түс жоқ, тура сол үшінші түсімен қаптап шығасыздар осыны айналдыра. Міне мынаның түсі қызыл болады. Үшінші ромбикті ала матамен айналдыра тігіп шығамыз. Жолақтарды ромбты айналдыра тіккенде мұқият болыңыздар. Оның мына жоғар жағынан, жолақтың жоғар жағынан қалтырып отырып, мінекей осылай үш бұрышты жолақтың ар жақ бұрышына дейін жететіндей қылып қалдырып тігеміз видеода. Дәл осылай ала жолақты үшінші ромбқа айналдыра тігіп шығамыз. Дайын болған детальдарымызды әдемілеп бір үтіктеп аламыз. Енді дәл осы 3D құрақтары аса дәлдікті қажет еткендіктен параллельді сызықтар сыза отырып, мына ромбтарды бір тегістеп аламыз. Мінекей сызып, ортадағы үш бұрыштан алып сызып, қазір міне видеодан көріп отырғандарыңыздай, көрдіңіздер ме? Сызықтар сыза отырып, осы сызық бойына әдемілеп сызып аламыз. Мен сызғыш бойына параллельді қоя отырып, қазір бәрін бір тегістеп қиып аламын. Мінекей, көрдіңіздер ме? Іштегі кішкентай ромбқа параллельді сызықтар жүргізе отырып, қазір тегістеп аламын. Осылай аса дәлдікті қажет еткендіктен жетірес өлшеп бірлес кессеңіз өте дұрыс болады. Енді кесеміз қайшымен. Достар, арнамда
құрақтардан да басқа түскі кешкі ас мәзірі гүл күтімі жайында өте жақсы видеолар болады. Соларды жіберіп алмау үшін лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Мінекей, дәл осылай қалған екі деталімізді де әдемілеп өлшеп қиып аламыз. Енді осы бөлшектерді бірін-біріне қазір қосатын боламыз. Үш деталімізде дайын бөлшегіміз. Енді ішіндегі ең алғашқы қосылып алған екі-үш бұрыштар бір-біріне міне видеодағыдай жақын келу керек. Міне қосып алдық, енді әдемілеп үтіктейміз. Бұл қосу жолдары алдыңғы видеомда қалай тігілу керек екені көрсетілген. Соған қарап көрсеңіздер болады. Сонымен іші қуыс, кубик рубик 3D құрақ жастығымыз дайын болды. Енді негізгі тон, основной тонын қосасыздар. Сонымен жастық дайын болды. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, алдағы уақытта әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.